Ануарбек мотиватор. Осы жасаған ісің тірлігін үшін конкретно мен сенен сұрақ жауап аламын. Конкретно. Енді мына жерде менің версиямды айтайын. Ануарбек мотиватор. Ана мұхитты бірге алып кел. Екеуі маған жауласыңдар. Так что встречай, как Макси чай. Иә достар, қызықтар тағы да жиналып қалды. Көп уақыт созбаймын, тез бастаймыз. Төбелес арнасы сіздермен. Тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Қазір бір видео көрсем, бұл видео кешегі машинемді біреу жағы ластап кетті ғой. Соны көрсетемін ғой. Сол жайлы қазір видеоны көрсетейін, сосын өз ойымды, өз пікірімді бұл адам жайлы айтайын. Мына жерде деген сюрприз тұр ғой, сюрприз. Мынау кімнің машинасы? Көрдіңдер ма, не машина мынау? Танытсың ба мына мұхит машинасын? Ұсташы мен мына. Ұсташы, бешеке сен қолын бар еді ғой мына жерде. Мұхит. Короче, қазір қара. После. Айтатын әңгіме бар. Түсіндің ба нормально? Шыбын, мынау менің көрімдігім болсын саған. Мынаны, короче, мына жерге қойып кетейін. Мойкеге барып, өзің жуып ал. Давай, не обессудь. Енді мынау Ануарбектің жасаған бұл істірлігі мен өзім ойлаймын, кішкентай 6 жасар, 5 жасар балада бұндай істірлікті жасамайды деп. Мен бәрін түсінем, жекпе-жекпен енді қазір мен шыны керек өзім жағы көңіл күйім болмай жүр. Ол көңіл күйім мазам болмай жүргенде мен сіздерге айтқанмын. Жалпы айтайын деп жатқаным, Ануарбек енді қаншама дегенмен бұндай істірліктермен мені мынау айтады ғой, хочет залезть в твою душу, хочет залезть в твою голову дейді. Мен берді айтайын деп жатқаным, Ануарбек, сен ешқандай менің басыма кіріп, болмаса ішкі дүниеме кіріп, болмаса мен сен бір ойлап, мен сен вообще ойлап жүрген жоқпын. Құда қаласа, аламандық берсе, мен 6 маусымда бүкіл контракт, договорге қол қойылды. Түсінем, бойды разогрев үшін бәрін жасап жатқан істірлігін ғой сенің бұл. Бірақ сен бұндай істірлікпен наличный переходишь, понимаешь? Наличный переходишь. Сол себепті мынау енді қаншама сен менің артыма жаман нәрселер, жаман сөздер, енді мынау жасаған істірлігін енді бұл действительно енді айтып отырмын ғой, бұл гадский движение ғой. Адамның көремаушылығы, іштарлығы, енді білмеймін енді. Қайта мен саған айтарым, осындай көлік сен сияқты жігіттерге жұғысты болсын деп айтқым келеді. Осындай көлік мініңдер, осындай көлік айдаңдар. Құдай қаласа 6 маусымда жекпе-жек болады ғой. Сол жекпе-жектен көп ақша тап деп айтқым келеді саған. Бірақ 6 маусымда мен сені осы бүкіл істеген ісің тірлігің үшін, айтылған сөздерің үшін конкретно мен сені басыңды жұламын. Конкретно. Мен сені жестко наказать етемін. И сосын тағы да айтарым саған, сен анау бір видеоңда айттың ғой, 6 раунд болмаса мен шықпаймын, 4 раунд, мұхит 4 раунд қайтқан деп. Осы видеоны заранее түсіріп аттым жігіттер, заранее говорю ежі. Біз Алстар боксингпен, Зия Алиевпен 6 раундқа келістік по контракту. Ертең мұхит, смотри, это тебе касается. Ертең 4 раунд болады, ойбай, анау, мұнау деп тұрма, смотри на. 6 раунд болмаса, мен шықпаймын, мотиватор шықпайды. 4 раунд маған неинтересно. Чисто 6 раунд и все, короче. 6 раундов, халыққа обещаю, чисто рубка болады. Түсіндің ғой, мұхит? Серьезно қара. Осылай видео шығарып қоймасам, нема ертең деген тағы да бірдеме анау мұнау деп придумывать етіп, тағы бірдеме болып кетеді. Сол кезде мен виноват болып қалам да, мотиватор бойдан секіріп кетті, анау мұнау деп. Мен секірмеймін бойдан. Маған 6 раунд деді ма, 6 раунд керек болды. Біз келістік и все, короче. Ассалаумалейкум. Мен 4 раунд емес,
6 раундта емес 8 раундқа договорға пунктке қол қойдым. Екеуміз 4 раунд емес, 6 раунд емес, 8 раунд бокстасамыз. 8 раунд мен сені бар ғой, жестко жазаңды беріп, жестко наказать етіп, асықпай жүріп, сол жекпе-жектен ләззат алып, кайфовать етіп, сені бір жақсылап ұрғым келіп отыр. Сондықтан 6 маусым Ануарбек мотиватор. Осы жасаған ісің тірлігін үшін конкретно мен сенен сұрақ жауап аламын. Конкретно. Ана мынау деп тағы да айтамын, лишний нәрсе мен айтпай ақ қояйын. Тағы да 1-2 күн мен қазір өз-өзіме келем. Мен досым қазір айттым ғой, негізі қазір ауыр халде жатыр. Қазір досым кішкене бір өз-өзіне келсінші, бір аяқ саусақтары бір қимылдап жатыр деген. Ол дос, ол мен қазір мен досым, ішкі дүниемде мен досым жүр да. Сондықтан сол досым кішкене жақсарсын деген бір жаңалықты мен естейінші. И сосын мен ісім тірлігім сен боласың. Мен ісім тірлігім сен боласың. Мен бүкіл ойым сен боласың. Жестко, конкретно, точкасын Алла қаласа 6 маусымда қоямын. Так что сен қателестің. Сен өте қатты қателестің. Так что бұйырса Құдай қаласа избиение болады. Алла бұйырса 6 маусым ринг төрінде Құдай қаласа мен саған көрсетемін. Сол артық әңгіме айтпай қояйын. Көбісі айтып жатыр, жазып жатыр. Арыз жазсаш, жағы административный жағы, штраф төлесін, анау жасасын, мынау жасасын. Енді біз сондай поколениеда, сондай уақытта өскен адамбыз. Тем более мен Таразда, Тараздың тумасы, Тараздың былайша айтқанда Жамбыл облысының ауылынан шыққан баламын ғой. Бір бәле жазу, бір бәле істеу, штраф төлесін, анау мынау деген сияқты. Ондай поколениядан шыққан бала емес, мен көшеде өскен баламыз ғой. Бізді дала өсірген, дала тәрбиелеген, жігіттердің арасында жүріп өскенбіз, Аллаға шүкір, алхамдулилля. Сондықтан бұндай істерлік үшін біз чисто по-мужски, по-жігітше сұрақ жауапты аламыз ғой. Конкретно жігітше. А бұл жігітше алатын сұрақ жауап, иншалла, бірге-бір ринг төрінде Құдай қаласа мен сенен осының бәрін сұрақ жауапты аламын. Жігітше. Так что Алла амандық берсе, өзіңдікін сен аласың міндетті түрде. Бұл жекпе-жекте кім жеңеді деп ойлайсыздар? Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал бұл жекпе-жекке Шавкатты қорқытып жүрген Бәке Топ та қосылып кетті. Бірге тыңдайық. Ануарбек мотиватор. Это тебе обращение. Ана мұхитты бірге алып кел. Екеуі ман жауласыңдар. До полусмертных қырыламыз. До конца екеуін жауласыңдар. Мен бір білеп паразам шықпаймын. Сосын сендер маған жай соғасыңдар. Мен сендерге қатты соғам. Түсінікті ғой да? Короче, екеуін де нокаутқа қойсыңдар. Мен ішіне білмеймін. Так что встречай, как Макси Чай. Натуре. Крышам кетірмендер екеуін екі жақтан. Екеуін жауласыңдар маған. Ал бұл кісімен кім паразам шығуға дайын? Комментарияға жазып кетіңдер. Ал сіздермен болған төбелес арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше, күліп ойнап көп жасаңыздар. Келесі кездескенше.